Құрметті менің YouTube көрермендерім, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге бүгін қызылшаның пайдасын айтқым келіп отыр. Білесіздер, қызылша ол көптеген ауруларға ем екен, соның ішінде қанымызды жақсы көтереді. Көкөністердің арасында қызыл түсімен ерекшеленетін кәдімгі қызылшаның емдік қасиеті орасан зор. Тіпті оның кереметтілігі жайында Гиппократтың өзі айтып кеткен екен. Қызылша жемісін шикідей де пісіріп те жеуге болады. Ал шырыны бір емес бірнеше дертке дауа. Мұны дәрігерлер де бүгінгінің ғалымдары да жоққа шығара алмайды. Егер қан айналымыңыз дұрыс емес болса, онда сізге қызылша көмектеседі. Қызылша шырыны қан айналым жүйесіндегі бұлшық ет талшықтарының санын көбейтеді. Оны бәріміз білеміз. Бұл талшықтар жүгіру кезінде адамның үнемі сергек жүруін қамтамасыз етеді. Адам спортпен айналысқан кезде мүмкіндігінше қызылшадан жасалған шырын ішуі тиіс. Өйткені қанқа бұлшық еттерінде қан айналымын жақсартатын азот қышқыл тұзы бар. 100 грамм саумалдықта қанша азот қышқылының тұзы болса, қызылша шырынында да сонша болады. Ол ағзада қан тамырларын кеңейтетін азот тотығына айналады. Қызылша шырынының емдік қасиеті орасан. Ал дайындау 5-ақ минутты қажет етеді. Нәтижесінде тұла бойыңызды билеген аурудан әп-сәтте айығасыз. Басыңыз айналып, қаныңыз төмендеп кеткен болса, яғни гемоглобиніңіз түсіп кеткен болса, міндетті түрде қаныңызды осы свекламен, яғни қызылшамен көтеріп алыңыз. Қан аздық кезінде ең керемет ем болатын қызылша шырыны екенін ұмытпаңыз. Қанды көбейту үшін 1 стакан қызылша шырыны мен 1 ас қасық табиғи таза балды араластырып, күніне 3-4 рет қабылдайсыз. Егер қызылшаға сәбіз бен қара тұрыптың шырынын араластырып ішсеңіз, онда қаныңыз көбейіп, теріңіз тегістеліп, бетіңіз жылтырап шыға келеді, әрі қуатыңыз да артады. Оқырмандарым, менің YouTube, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздаршы. Мен сіздермен кәдімгідей өзімнің әжемнен қалған рецепттермен бөлісіп жатырмын. Себебі осыны әжем үнемі біздерге жасап беретін. Яғни менің мамама да осыны жасаған, және мамам оған риза. Мамамның қазір дені сау, Аллаға шүкір.